Сәлем, құрметті көрермен. Бүгін осындай каркаде сусынын жасайтын боламыз. Жаздың уақытында шөлді басатын, балаларға да ұнайтын керемет сусын. Үй жағдайында мен 5 литр суымызды осылай қатты қайнатып, 1 пиала каркадемізді салып, жақсылап араластырып, 5 минуттай қайнатамыз, жай отта. Қайнап жатқан жерінен мен 1 кесе қант саламын толтырып. Қантымызды араластырып отырып саламыз. Және де отымызды өшіреміз. Кішкене суығаннан кейін осылай ішіндегілерін сүзгішпен сүзіп аламыз. Каналға жазылуды, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Осылай сүзгішпен үлкен ыдысқа сүзіп, суытатын боламыз. Ас болсын, жасап көріңіздер. Өте керемет сусын. Менімен болғандарыңызға рахмет.